Баршаңызға қайырлы кеш достар. Бүгін сіздермен ең оңай тауық етінен жасалатын жеңіл тағаммен бөлісетін боламын. Алдымен видеоны көрмес бұрын жоғарыда көрсетілген көк сілтеме арқылы өтіп, YouTube арнама тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Ең алдымен тауық етін жақсылап жуып алып, бірнеше бөліктерге жіңішкелеп бөліп аламыз. Сонан соң жұмыртқа, тұз, бұрыш қосылған сұйықтығымызды дайындап, туралған тауық етін толығымен батырып, араластыратын боламыз. Дайын болған тауық етін хей майында қуыратын боламын. Алдымен майымызды табамызға салып қыздырып қоямыз. Сонан соң бөлек тарелкаға панировочный сухариді салып, дайын болған тауық етін екі жағын толығымен аунатып алып, қызып тұрған майымызды екі жағы қызарғанша қуырып алатын боламыз. Етіміз дайын болғанша соусын дайындайтын боламыз. Ол үшін қаймақ, ұсақтап туралған петрушка және де үкіштен өткізілген чеснокты қолданатын боламыз. Барлығын жақсылап араластырып аламыз. Пергамент қағаз төселген противенімізге қуырылған тауық етін кезекпен орналастырып, үстіне соусын жағып шығатын боламыз. Содан соң соусымыздың үстіне біркелкі етіп үкіштен өткізілген сиырымызды орналастырып шығамыз. Енді осы соусымыз бен сырымыз толығымен сіңіп балқып пісу шығу үшін 180 градуста қызып тұрған пешке 10 минутқа саламыз. Көріп отқандарыңыздай, тағамымыз дайын болды. Енді ыдысымызға орналастырып ұсынатын боламыз. Алдымен салат жапырағын пайдаланамыз. Содан соң оның үстіне дайын болған тауық етін және де гарнирге мен күрішті пайдаланған болатынмын. Өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша күріштің орнына картофельный дольки, картофельный пюре, гречка қолдануларыңызға болады. Содан соң әдемілеп қызанақпен әрлейтін боламыз. Осымен біздің тағамымыз дайын. Астарыңыз дәмді болсын. Міндетті түрде жасап көріңіздер.